然后第二步包脚。 Екіншісі аяқты ораймыз. Оң аяқты. Замотаем правую ногу.第三步上油。 Екіншісі аяққа май жағамыз. Второе. Положим масло на нос.第四步推抹足心足背。 Табанның үстіңгі және астыңғы бөлігін итереміз. Верхнюю и нижнюю часть стопы будем массажировать. Майды сіңдіреміз. Для того, чтобы впитывалось масло. 两个手掌要贴紧足心和足背。 Алақанымыз табанымызды толығымен уқалау керек. Чтобы наши ладони полностью прикасались к наших стоп. Подушку. 然后推擦抹足背。 Табанымыздың үстіңгі бөлігін уқалаймыз. Теперь верхнюю часть стопы массажируем.然后推抹足趾。 Табанымыздың саусақ бөлігін уқалаймыз. Массажируем верхнюю часть стопы, где пальцы массажируем.我提抹足心足背。 Табанымыздың үстіңгі және астыңғы бөлігін ортасынан уқалаймыз. Верхнюю и нижнюю часть стопы сверху вниз массажируем.这四步是每一步做10次。 Осы уқалау әдістерін әрқайсысын 10 реттен істейміз. Каждое движение делаем по 10 раз. 接下来是开弓。 Енді садақ тәрізді уқалау. 要做30到50次。 30 және 50 шамасында істеу керек. Теперь массажируем подушку 30-50 раз по дугообразному. «在操作的时候要注意客人的表情。 Уқалап жатқан кезде клиентіміздің түріне қарауымыз керек. Когда массажируем, мы должны обратить внимание на лицо пациента.
接下来是点按肾上腺。 Енді 62 регионның бірінші регионы бүйрек үсті безі. Первый регион из 62 регионов – это первый надпочечник. Манман的用力， Асықпай күш жұмсаймыз. Помедленное делаем, помедленнее. 用力以后力量要保持一段时间，再慢慢的松开。 Күш жұмсаған кезде, точкаға жеткен кезде біраз ұстап тұрамыз қолды. 现在这一步是大拇指点按肾脏， Енді екінші регион бүйрек. Второй регион – это почка. 下一步把脚放倒，大拇指推输尿管， Үшіншісі, аяқты жатқызамыз. Несіпағар уретра. Третье – это уретра. Нет, мочеточник. Мочеточник. 接下来屈食指点按膀胱， Келесі, сұқ саусағымызды бүгіп, қуыққа массаж істейміз. Согнутым указательным пальцем надавливаем на точку, где расположена точка мочевого пузыря. .接下来推抹腹腔神经层， Бесіншісі, кезбе жүйке. Пятое – это диафрагма. 好，前面的5步是足心部的操作， Осы істеген 5 жаттығу, ол табанымыздың орта тұсында орналасқан. 接下来我们 Эти 5 упражнений находятся в средней части подошвы. 接下来我们会做足趾部的操作， Енді біз саусақтарымызға байланысты жаттығуларды жасаймыз. Теперь мы делаем упражнения, касающиеся пальцев. 足趾部第一个部位是额窦， Бұл жаттығулардың біріншісі маңдай синусы. Первое упражнение – это налобный пазух. 用大拇指刮， Үлкен бас бармағымызбен істейміз. Большим пальцем мы это делаем. 第二步拇指刮大脑， Екіншісі ми, үлкен ми. Второе – это мозг. Астынан үстіне бас бармақпен істейміз. 第三步 Снизу вверх с большим пальцем. 屈食指点按垂体， Үшіншісі гипофиз. Третье – это гипофиз. .第4步屈拇指刮小脑和脑干， Төртіншісі мишық және ми діңі. Четвертое – мозжечок. 第5步前转颈项， Бесіншісі мойын бөлігі. Пятое – шея. 这2步用力要轻， Осы екі жаттығуды істеген кезде біраз жеңіл істеу керек. Когда мы делаем эти упражнения, мы должны делать это легко. 接下来拇指推抹鼻， Алтыншысы мұрын. Шестой – нос.
下一步，拇指推抹三叉神经。 Жетіншісі, үш айқасқан жүйке. Седьмой тройничный нерв. 下一步是眼部反射区的操作。 Келесісі бізде көз. Потом идет глаза. 中指和食指的6个面 Екінші және үшінші саусақтардың 6 регионы. 6 регионов, второй и третий пальцы. 再加2个点。 және 2 точка. И 2 точки. 现在是耳部反射区的按摩。 Ендігі бізде құлақ. Потом идет уши. 同样是6个面2个点。 Көзге ұқсас 6 регион және 2 точка. Похоже на глаз, 6 регионов и 2 точки. 好，现在我们开始左足掌前部的操作。 Енді сол аяқтың үстіңгі бөлігінің жаттығуларын жасаймыз. 第一个，拇指推斜方肌。 Теперь мы делаем упражнение для левой ноги верхней части. Біріншісі ромбы тәрізді бұлшық ет. Первое это ромбовидная мышца. 第二步，拇指推肺。 Екіншісі өкпе және бронхи. Второе это для легких и бронх. 和支气管。 Міне 支气管。 мынау бронх. Это для бронх. 接下来是拇指推食管。 Келесісі өңеш. Следующее глотка. Ой, пищевод. 接下来屈拇指推甲状腺。 Төртіншісі қалқанша безі. Четвертое щитовидная железа. 最后一步，屈食指点按甲状旁腺。 және соңғы бөлімі қалқанша маңы безі. Последнее это паращитовидная железа. — 接下来是左足掌中部。 Біз енді 4-ші бөліміне өтеміз. Сол жақ табанның ортаңғы бөлімі. Мы переходим в 4-ю часть левой ноги. 第一个位， Серединная часть. 第一个位置，屈食指点按心脏。 Біріншісі сұқ саусағымызды бүгіп, жүрек тұсын басамыз. Первое это согнутым указательным пальцем надавливаем на точку сердца. 第二步，屈拇指推胃。 Екіншісі бізде асқазан. Второе это желудок. 接下来是胰。 және соның астында бізде ұйқы безі. Под желудком находится поджелудочная железа. 接下来12指肠。 Оның астында бізде 12 елішек. И еще ниже 12-перстная
再接下来是横结肠， келесісі көлденең шек. Следующий поперечно-ободочная кишка. 足掌的中部左脚和右脚是不同的。 Осы сол жақ табанымыз бен оң жақ табанымыздың ортаңғы бөлімдері ұқсамайды. И вот левая с правой ноги, именно серединная часть, они не одинаковые. 然后屈拇指刮降结肠， Келесісі бізде сұқ саусағымызбен төмендеуші шекті. Следующее с указательным пальцем надавливаем, массажируем нисходящую кишку. 继续刮乙状结肠， Жетіншісі сигма тәрізді шек. Седьмая сигмовидная кишка. 在乙状结肠的末端，屈食指点按直肠肛门， Сигма біткен жерде біз тік ішек және анус бөлімдеріне жаттығу жасаймыз. Где кончается сигмовидная кишка, там находится точка прямой и слепой кишки. Анус. Надавливаем на эту точку с указательным пальцем. «接下来握拳刮小肠， Келесі бас бармағымызды ұстап, аш шегін жаттығу жасаймыз. Следующее это тонкая кишка. Держа большой палец, платформ делаем сверху вниз, массажируем. 接下来是左足掌中部的最后一个反射区， Келесі сол аяғымыздың ортаңғы бөлігіндегі ең соңғы регион көк бауыр. Последняя ночка, последняя точка в левой ноге, селезенка. 屈食指点按脾， Сұқ саусағымызды бүгіп, жүрегіміздің астыңғы бөлігін басамыз. Согнутым указательным пальцем надавливаем на точку. 现在开始足根部的操作。 Келесі жаттығу бізде табанымыздың жаттығулары. Следующее упражнение. Өкшеміздің жаттығулары. Упражнение это на 5. На пятку. Женский орган. Біріншісі онда бізде жыныс Половые бездері. железы. Жыныс бездері. «然后是用那个这样可以在视频看不到。然后是足外侧的生殖腺反射区， Келесі бізде ол табанымыздың сыртқы бөліміндегі жаттығулар. Следующее упражнение это наружная часть, боковая часть стопы. 第一步是屈食指刮， Біріншісі сұқ саусағымызбен итереміз. Первое это с указательным пальцем надавливаем.
然后是用手掌擦。 келесі оны алақанымызбен уқалаймыз. Следующее. С ладонью массажируй. Растирай. 然后握空拳扣。 Одан кейінгісі бос жұдырықпен ұрамыз. Топақтаймыз. Стучим кулачком. 接下来是足内侧的前列腺、子宫、尿道和阴道。 Келесі табанымыздың ішкі бөліміндегі қуық асты безі, жатыр, уретра, қынап. Внутренняя часть стопы, где расположена предстательная железа, матка, уретра, влагалище.第二步用手掌擦。 Алақанымызбен уқалаймыз. Растираем ладошку. 第三步空拳扣。 Бос жұдырықпен топықтаймыз. Стучим кулачком. 然后是足内侧的操作。 Табанымыздың ішкі бөлімінің тағы бір жаттығуы. Еще одно упражнение для внутренней части стопы. 第一个部位拇指推颈椎。 Біріншісі бас бармағымызбен мойын омыртқаларына жаттығу істейміз. Первое это с большим пальцем делаем массаж на шейные позвонки. 然后是拇指推胸椎。 Келесі кеуде омыртқасын жаттықтырамыз. Следующее на грудные позвонки. 然后拇指推腰椎。 Келесі бел омыртқа. Следующий поясничный отдел позвоночника. 接下来拇指推骶骨。 Одан кейінгісі сегіз көз. Потом идет крестец. 这四步是沿着足弓的方向推。 Бұл төрт жаттығу өкшеміздің бағытымен жасалады. Эти упражнения делаются по направлению к пятке. 然后拇指推尾骨。 Құйымшақ. Осыдан кейінгісі шонданай. После этого идет копчик. «接下来拇指推直肠肛门。 Алтыншы бөлімі тік ішек және анус. Шестое это прямая кишка и анус. 是在内踝尖的后方推四指的长度。 Тобығымыздың сәл астыңғы бөлігінде 4 елі ұзындықта істейміз. «下一步，拇指推坐骨神经。 Жетінші бөлімі
шонданай жүйкесіне жаттығу істейміз. Седьмое – это делаем упражнение на седалищный нерв. 一直推到膝盖的下方， Тіземіздің астыңғы бөлігіне дейін уқалаймыз. Делаем до колен. 下一步拇指推抹髋关节， Сегізіншісі сан бөліміне жаттығу. Восьмое – это на тазобедренный сустав. 髋关节的位置是在内踝尖的下方， Оның орны біздің тобығымыздың астыңғы бөлігінде. Это расположено под лодыжкой. 接下来是足内侧的最后一个反射区——腹股沟反射区。 Іш табанымыздың соңғы бөлігінің бір жаттығуы шап ойығы. Последнее упражнение – это на паховую область. 在内踝尖以上2指的地方， Тобығымыздың үстінен екі елі қашықтықта. От лодыжки на 2 пальца выше. 然后是足外侧的操作。 Келесі бізде табанымыздың сыртқы бөлімі. Следующее – это боковая часть стопы. 第一个位置是肩胛骨， Біріншісі иық жүзі, Жаурын. жауырын. Первое – это на лопатку.第二步拇指按肩部， Келесі бас бармағымызбен иық буынын басамыз. С большим пальцем надавливаем на точку плечевого сустава. (第二步屈食指、中指点按膝关节和肘关节。 Сұқ саусағымызбен және ұзын саусағымызбен біз шынтақ буынын және иық буынын басамыз. С указателем и безымянным пальцем надавливаем на точки на плечевого сустава и На локоть. на Это локоть. локтевой сустав. Это локтевой сустав. Локтевой. (然后屈食指点按膝关节， Сұқ саусағымызды бүгіп тізе буынын басамыз. Согнутым указательным пальцем надавливаем на точку коленного сустава. (然后拇指推肩肘膝关节， Бас бармағымызбен иық буынын, шынтақ буынын, тізе буынын бәріне бірдей уқалау әдісін жасаймыз. Одновременно большим пальцем массируем точки лопатки, плечевого сустава, локтевого сустава и коленного сустава. (然后屈四指擦肩肘膝关节。 Келесі төрт саусағымызды бүгіп, Сол. сол төрт орынды уқалаймыз. Пальцами
Массажируем эти точки.接下来拇指推下腹部， бас бармағымызбен төменгі іш бөлігін уқалаймыз. Указатель большим пальцем. Низ живота. Надавливаем на низ живота. Массируем низ живота. 从外踝尖的下方向上推4指的距离。 Тобығымыздан 4 елі жерге дейін. Начиная от лодыжки на 4 пальца. «下一步，拇指推坐骨神经， Бас бармағымызбен құйымшақ жүйкесін уқалаймыз. Большим пальцем массажируем седалищный нерв. «然后是足外侧的最后一步，拇指推抹髋关节。 Сыртқы бөлімінің соңғы бір жаттығуы сан буыны. Последнее упражнение боковой части стопы – это тазобедренный сустав. «然后是足背部的操作， Келесісі бізде табанымыздың үстіңгі бөлімінің жаттығулары. Следующее – это на верхнюю часть стопы. Челюсть. 第一个部位，双手的拇指推抹上下颌， Біріншісі, екі бас бармағымызбен жоғарғы және үстіңгі жақтарына жаттығу жасаймыз. Первое упражнение – это с двумя большими пальцами делаем упражнение на верхнюю и нижнюю челюсть. 它的位置在拇指的第一个关节附近。 Оның орналасқан жері аяғымыздағы бас бармағымыздың буынының айналасы. Эти точки расположены в большом пальце, у основания большого пальца. 第二步，双手的拇指按压扁桃体， Келесі, екі бас бармағымызбен көмекей безін басамыз. С двумя большими пальцами надавливаем на точки миндалина. «接下来，双手的拇指推胸部淋巴腺、气管、食管和内耳麋鹿。 Екі бас бармағымызбен кеудедегі лимфа бездері, жұтқыншақ және кеңірдек, сондай-ақ өңеш лабиринттарды итереміз, уқалаймыз. С двумя большими пальцами массажируем сверху вниз грудной лимфа, лимфоузлы грудной клетки, горло, трахея, пищевод. «接下来，拇指推抹胸， Бас бармағымызбен кеуде бөлімін уқалаймыз. С большим пальцем массажируем грудную часть. 沿顺时针的方向。 Уақыт стрелкаларымен бір бағытта. По часовой стрелке.
下一步屈食指分推膈， Бүгілген сұқ екі саусағымызбен диафрагма бөлімін уқалаймыз. Согнутыми двумя пальцами массажируем диафрагму. «然后双手的拇指点按肋骨， Екі бас бармағымызбен қабырғаны басамыз. Двумя большими пальцами надавливаем на точку бедра. «最后一个屈食指按揉上下身淋巴线， Келесі бізде бүгілген сұқ саусағымызбен жоғарғы және төменгі лимфа бездерін уқалаймыз. С двумя согнутыми указательными пальцами массажируем точки верхний и нижний лимфоузел. төменірек жаңағылар төмен. Тобығымыздың сәл астыңғы бөлігінде. 最后是整理和放松手法。 Біздің 62 регион бітті. Енді біз аяқтау бөліміне көшеміз. Мы закончили только что 62 региона. 第一步，推抹足心足背， Заканчиваем массаж. Аяқтау бөлімінің бірінші уқалау әдісі табанымыздың үстіңгі және астыңғы бөлімін уқалаймыз. Когда заканчиваем, мы массажируем верхнюю и нижнюю часть стопы. «第二步收工， Келесі садақ тәрізді уқалау. Второе это массаж, дугообразный массаж. «收工的动作20次左右。 Осы жаттығулар шамамен 20 реттен істелу керек екен. Эти упражнения делаются примерно 20 раз. «接下来是足外侧的生殖腺反射区， Келесі табанымыздың сыртқы бөліміндегі тобығымыздың астын уқалаймыз. Следующая боковая часть стопы. Массажируем где-то тазобедренный сустав. 然后空拳扣足外侧生殖腺反射区， Бос жұдырығымызбен тобықтаймыз. Тоқпақтаймыз. Стучим кулаком. 然后是足内侧的生殖腺反射区， Және де аяғымыздың ішкі бөліміндегі тобықты. Теперь внутренняя часть стопы, где тазобедренный сустав, массажируем. 然后空拳扣足内侧生殖腺反射区， Бос жұдырықпен тоқпақтаймыз. Потом стучим кулаком. 下一步反掌拍足底， Алақанымыздың сыртқы бөлімімен
тоқпақтаймыз. Верхней частью ладони стучим.第二步用全面擦足底。 жұдырығымызбен табанымыздың астын уқалаймыз. Кулаком растираем подошву. 接下来搓足， Келесі табанымыздың екі жақ бөлімін уқалаймыз. Следующий делаем массажируем с двух сторон стопы. 然后是拔山足， Келесі табанымызды алға қарай сәл созыңқыратамыз. Аяқты жуылды. Растягиваем стопу вперед. 然后是摇足， Табанымызды айналдырамыз. “接下来拿小腿， Келесі кіші санымызды уқалаймыз. Следующее. Массажируем икры. 拿小腿的时候，4个手指要伸直，不可以这样。 Кіші санымызды уқалаған кезде саусақтарымызды тік ұстауымыз керек. Бүгімізге болмайды. Когда массажируем икры, мы должны держать пальцы прямо. 4个手指伸直， Бүгілмеген 4 саусағымызбен уқалау. 下一步抖小腿， Келесі 往自己的方向稍微用力拉紧， өзімізге қарай аяқты сәл тартыңқырап, оны сілкейміз. Растягивая к себе ногу. Трясем. 第3步搓小腿， Келесі кіші аяғымызды оң жақ және сол жақ бөлімдерінен уқалаймыз. Массажируем икру, боковые части. 下一步扣小腿， Жұдырығымызбен тоқпақтаймыз. Постучим кулаком. 然后最后一步空拳扣击足跟， Соңғы бөлімі бош жұдырығымызбен аяғымыздың өкше бөлігін тоқпақтаймыз. Последняя часть это кулаком бьем на пятку. 好，左脚结束了。 Осымен сол аяқтың массажы бітті. Вот так мы закончили массаж на левую ногу. 开始操作完左脚以后，操作右脚之前可以把自己的板凳往右边移一下。 Сол аяққа жаттығуды жасап болып оң аяққа көшкенде, біз сәл-сәл оң аяғымызға қарай жылжимыз. Когда мы закончили массаж на левую ногу, перемещаемся на правую ногу. 然后身体正对着客人的右脚。
Массаж істейтін адамның денесі оң аяққа қарама-қарсы болу керек. Массажист должен сесть напротив правой ноги пациента. Май жағамыз. Мажем масло.第一步，推抹足心足背。 Дайындық процестері біріншісі табанымыздың үстіңгі және астыңғы бөліктерін уқалаймыз. Подготовка начинается сверху вниз, с верхней и нижней части стопы. 第二步，推擦抹足背。 Келесі екі қолымызбен табанымыздың үстіңгі бөлігін уқалаймыз. Следующее. Медленно массажируем верхнюю часть стопы.第三步，推抹足趾。 Үшіншісі, аяғымыздың саусақ бөлімдерін уқалаймыз. Третье. Массажируем пальцы ног.提抹足心足背. Келесі, қол саусақтарымызбен табанымыздың үстіңгі, астыңғы бөлімдерін уқалаймыз. Следующее. Пальцами мы массажируем верхнюю и нижнюю часть стопы. Келесі, садақ тәрізді жаттығу, доға тәрізді жаттығу. Следующее это дугообразное упражнение.下一步足心部操作，第一个是点按肾上腺。 Біріншісі бізде енді 62 регионның біріншісі. Бүйрек үсті безі. Первое упражнение это упражнение на надпочечник. Сұқ саусағымызды бүгіп басамыз. 第二步，拇指按肾。 Екіншісі бізде бүйрек. Второе упражнение это на почки.第三步，拇指推输尿管。 Үшіншісі несепағар. Третье это на мочеточник. 第四步，屈食指点按膀胱。 Төртіншісі қуық.
Четвертое это мочевой пузырь.第五步，推抹腹腔神经层。 Бесінші бөлімі кезбе жүйке. Пятое это на диафрагму. 接下来是足趾部的操作。 Келесі бізде саусақ бөлімінің жаттығулары. 第一个额窦， Следующее это упражнение на пальцы ног. Біріншісі маңдай синусы. Лобная пазуха. 第二个大脑， Келесі үлкен ми. Головной мозг. 第三个垂体， Үшіншісі гипофиз. Третье это на гипофиз. «第四个小脑脑干， Төртіншісі мишық және ми діңі. Четвертое это на мозжечок. 第五个颈项部， Бесіншісі мойын бөлімі. Пятое шейный отдел. 第六个鼻， Алтыншысы мұрын. Шестое нос. 第七个三叉神经， Жетіншісі үш айқасқан жүйке. Седьмое тройничный нерв. 第八个眼睛， Сегізіншісі көз. Восьмое на глаза. 六面两点， Алты регион, екі точка. 6 регионов, 2 точки. 然后是耳朵， Келесісі құлақ. Уши. «然后是右足掌前部的操作。 Келесі бөлім, үшінші бөлім, ол біздің сол табанның алдыңғы бөлігі. Это третья часть. Это передняя часть левой правой ноги. 然后第一个是斜方肌， Біріншісі ромбы тәрізді бұлшық ет. Первая ромбовидная мышца. 第二个是肺及支气管， Екіншісі өкпе және бронх. Второе легкие и бронхи. 第三个食管， Үшіншісі өңеш. Третье пищевод. 第四个甲状腺， Төртіншісі қалқанша безі. Четвертое щитовидная железа.
最后一个甲状旁腺， Келесі қалқанша маңы безі. Паращитовидная железа. «然后右足掌的中部跟左足是不一样的。 Бізде келесі бөлім, төртінші бөлім. Ол табанымыздың ортаңғы бөлігі, оң табанымыз бен сол табанымызда бірдей емес. Четвертая часть – это средняя часть правой ноги. 第一个部位是肝脏和胆囊， Біріншісі бауыр және өт қалтасы. Первое – это печень и желчный пузырь. 第二个部位是胃， Екіншісі асқазан. Второе – желудок. 然后胰， Ұйқы безі, Поджелудочная железа. 然后12指肠， одан кейін 12 елі ішек. 12-перстная кишка. 接下来是盲肠、回盲瓣和阑尾。 Келесі соқыр ішек және құрт тәрізді өзінді. Следующее – аппендикс и червеобразная слепая кишка. 然后是升结肠， Төртінші бөлімі жоғарылаған жиек ішек. Четвертая – восходящая часть толстой кишки. 接下来红结肠， және көлденең ішек. Поперечно-ободочная часть толстой кишки. 然后是小肠， одан кейінгісі аш ішек. Следующая – тонкая кишка. 接下来是足根部的操作。 Ендігі бөліміміз бізде өкшемізге арналған жаттығулар. Следующая часть – это для пятки. 第一步，点按生殖腺反射区。 Біріншісі, бізде жыныс безі точкасын басамыз. Первое – это на половые железы. Надавливаем на точки половых желез. 第二步，刮、擦、扣足外侧生殖腺反射区。 Екіншісі, үш әдіспен табанымыздың сыртқы бөліміндегі жыныс бездерін уқалаймыз. Второе. Массажируем боковые части стопы, где расположены половые железы. 然后是足内侧生殖腺反射区。 Келесі, табанымыздың ішкі бөліміндегі жыныс бездері. Следующее – это
Половые железы, точки половых желез, которые расположены на внутренней части стопы.接下来是足内部的操作。 Келесі табанымыздың ішкі бөлімдеріне арналған жаттығу. Следующее упражнение – это для внутренней части стопы. 第一个是颈椎， Біріншісі мойын омыртқасы. Первое упражнение – шейный позвоночник. 第二个胸椎， Келесі кеуде омыртқасы. Грудные позвонки. 第三个腰椎， Үшіншісі бел омыртқасы. Третье – поясничный отдел позвоночника. 第四个骶骨， Төртіншісі сегіз көз. Четвертое – крестец. 第五个尾骨， Бесіншісі мойыншақ. Құйымшақ. Құймышақ. Пятое – копчик. 第六个直肠肛门， Алтыншысы тікшік және анус. Шестое – прямой кишечник и анус. 第二个坐骨神经， Екіншісі шонданай жүйкесі. Седалищный нерв. Жетінші бөлімнің жетіншісі. 然后是髋关节， Келесі сан буыны. Тазобедренный сустав. 然后是腹股沟， Тоғызыншысы шап ойығы. Паховая область. 接下来是足外侧的操作。 Ендігі жаттығулар табанымыздың сыртқы бөліміне арналған. Следующее упражнение для боковой части стопы. 第一个是肩胛骨， Біріншісі жауырын. Первая – лопатка.第二个是肩关节， Екіншісі иық буыны. Второе – плечевой сустав. Бас бармағымызбен басамыз. 第三个同时按压肩关节和肘关节， Үшіншісі шынтақ буыны мен алдыңызда
иық буын бірге басамыз. Третье – это локтевой сустав вместе с плечевым суставом. «接下来点按膝关节， Ары қарай біз тізе буынын басамыз. Коленный сустав. «然后推擦肩肘膝关节， Енді осы үш бөлімді итеріп уқалаймыз. Теперь вместе массажируем все эти 3 сустава. «然后推下腹部， Келесі. Төменгі ішек бөлігін, іш бөлігін. Низ живота. 然后推坐骨神经， Келесі. Құйымшақ жүйкесін. Седалищный нерв. 然后推抹髋关节， Келесі. Сан буынын. Тазобедренный сустав. 接下来是足背部的操作， Ары қарай біз табанымыздың үстіңгі бөлімдеріндегі жаттығуға көшеміз. Дальше мы переходим на упражнение верхней части стопы. 第一个推抹上下颌， Біріншісі, жоғарғы және төменгі жақтарға жаттығу жасаймыз. Первое – это верхняя и нижняя челюсть. «第二个按压扁桃体， Одан кейін біз көмекей безін екі бас бармағымызбен басамыз. На миндалин надавливаем. «第三，推胸部淋巴腺、气管、食管和内耳麋鹿。 Үшіншісі, кеудедегі лимфа бездері және жұтқыншақ, кеңірдек, сондай-ақ өңеш. Грудные лимфатические железы, горло, трахея, пищевод. 然后推抹胸， Одан кейін біз кеуде бөліміне жаттығу жасаймыз. Грудь. «然后分推膈， Диафрагма. Диафрагма. 然后按压肋骨， Қабырға.
然后按揉上下身淋巴线。 жоғарғы және төменгі лимфа бездерін уқалаймыз. Лимфа. Верхние и нижние лимфатические железы.接下来是放松整理手法。 және 62 регион бітті. Енді аяқты уқалау, аяқтау бөлімдеріне көшеміз. Закончили массаж 60 регионов. 第一个推抹足心足背， Біріншісі табанның үстіңгі астыңғы бөлімдерін уқалаймыз. Растирание верхней и нижней части стопы.第二个收肛， Екіншісі доға тәріздес жаттығу. Дугообразное упражнение.接下来是擦扣足外侧生殖腺反射区。 Келесі табанымыздың сыртқы бөліміндегі жыныс бездерін уқалаймыз. Массажируем половые железы, которые расположены на боковой части стопы. Тоқпақтаймыз. 然后擦扣足内侧生殖 және 腺。 ішкі бөлімдеріне жасаймыз. Теперь на внутренней части стопы. 然后反掌拍击足底， Алақанымыздың сыртқы бөлігімен табанымызды тоқпақтаймыз. Наружной части ладони бьем на подошву. 然后全面擦足底。 Жұдырығымызбен оны уқалаймыз. Массажируем кулаком. Табанымыздың сыртқы және ішкі бөлімдерін уқалаймыз. Массажируем с двух сторон. Аяғымызды сәл бүгіп, оны созамыз. Растягиваем ноги. Аяғымызды айналдырамыз. Табанымызды. Вращаем ноги. Және тіземізді сәл бүгіп, кіші санымызға жаттығу жасаймыз. Теперь мы делаем упражнение на икры. Және аяғымызды сәл алдыға созып, оны сілкейміз.
Растягиваем ноги, потрясем. 然后是搓小腿， және қайтадан тізені бүгіп, кіші санымыздың екі бөлімін уқалаймыз. Согнув колено, массажируем икры. 然后是叩击小腿， Кіші санымызды тоқпақтаймыз. Постучим кулаком. 最后一步，空拳叩击足跟， және соңғы бөлімі бос жұдырықпен өкшені тоқпақтау. Кулаком стучим на пятки. 好，全部结束。 Осымен біздің массажымыз толығымен аяқталды. 整理毛巾， Мы закончили массаж. және сүлгіні шешіп, оны ретке келтіру. Снимаем полотенце.